Асқабақ дәнінің ағзаға пайдасы мен зияны. Видеоны туыстарыңызбен және достарыңызбен бөліссеңіз риза болар едім. Менің каналымды бірінші рет көріп отырсаңыз, каналға жазылыңыз, бай қуатты болыңыз. Бүгінгі хабарымызда асқабақ дәнінің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Дәмді өнімнің ерлер мен әйелдердің денсаулығына әсері туралы да ақпар бар. Сол себептен видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Кез келген көкөністің пайдалы жағы мен зиянды жағы да болатыны сөзсіз. Бір жағынан ағзаға пайдасын тигізсе, екінші бір ағзаға теріс әсер етуі де бек мүмкін. Асқабақ өте құнарлы өнім. Оның тұқымында А, Б, С, Е және К витаминдері көп. Олардың барлығы денсаулығымыз үшін аса қажет. Мысалы, К витамині қан түзілу процесіне қатысады. Ал А және Е витаминдері жастықты ұзартуға жауапты және антиоксиданттық қасиеттерге ие. Тіпті асқабақ дәндерінің пайдасы да ұшан теңіз. Онда сүйек пен жүйкенің мықты болуы үшін қажет фосфор көп. 100 грамм дәнінде жүйке және иммундық жүйеге оң әсер ететін, ас қорытуды реттейтін, инсулинді өндіруге көмектесетін және қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіретін мырыш бар. Мырыш салмақ жоғалтуға көмектеседі, холестеринді төмендетеді және артық салмақ жоғалтуға септігі көп. Мырыштың жоғары мөлшері асқабақ тұқымын ерлер денсаулығы үшін өте пайдалы өнімге айналдырады. Ол сперматозоидтардың қуаттылығын арттырады және қуық асты безінің аденома жасушаларының шамадан тыс өсуін болдырмайды. Асқабақ тұқымдары ішек құрттарды құртуда көмегі көп. Асқабақ дәні паразиттердің басқа түрлерін шығаруға қабілетті екені белгілі. Асқабақ тұқымдары ұйқыны қалыпқа келтіреді және осылайша депрессияның даму мүмкіндігін азайтады. Асқабақ тұқымының бұл қасиетін осы өнімді үнемі қолданған жағдайда ғана толық бағалауға болады. Мұның құпиясы тұқымдарда L-триптофан бар. Егер ішке қабылданса, бұл амин қышқылы серотонин мен ниацинге айналады және олар өз кезегінде ұйқыға және оның сапасына тікелей әсер етеді. Гипертонияның алдын алады. Асқабақ тұқымдары арқылы адам ағзасына түскен аргинин азот оксидіне айналады. Ол өз кезегінде қан тамырларын кеңейтеді және осылайша қан ағымын белсендіреді. Жаман холестерин деңгейін төмендетеді. Аш қарынға асқабақ тұқымын жеу атеросклероздың тиімді алдын алуды қамтамасыз етеді. Асқабақ тұқымдары ерлерге де, әйелдерге де көп пайда келеді. Еркектерге қандай пайдасы бар екенін айттық. Ал әрдайым жас көрінуді мақсат тұтқан әйелдер әрдайым асқабақ тұқымын жеуді әдетке айналдырса болады. Өйткені дәл осы дән жастықты ұзартуға сеп болмақ. А және Б дәрумендері терінің серпімділігін сақтауға және тіпті оны қалпына келтіруге мүмкіндік береді, яғни әжімдер азаяды. Қант диабетінің алдын алады. Асқабақ тұқымдарының калориялары өте жоғары болғанына қарамастан, олар оңай қорытылатын және қандағы қантты қалыпқа келтіруге көмектесетін көптеген ақуызды қамтиды. Ішектің жұмысын қалыпқа келтіреді. Асқабақ дәнін ұдайы жеу созылмалы іш қатуынан құтқарады. Қалқанша безі ауруларының алдын алады. Бұл қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті тұқымдардағы мырыштың жоғары болуына байланысты. Бұл ең алдымен маңызды мүшені аурулардан қорғау үшін күніне 140 граммға дейін тұқым жеу жеткілікті. Асқабақ тұқымын үнемі қабылдау көздің көру қабілетін де арттырады. Бұл жемістің тұқымдарына бай асқабақ тұқымының майында иммунитетке пайдалы көптеген компоненттер бар. Асқабақ тұқымын үнемі тұтыну әйел және еркек жыныстық гормондарын өндіруге ықпал ететіні анықталды. Сондықтан олар үшін бірдей пайдалы. Сіз өзіңіздің кейбір қабілеттеріңізді, әсіресе жадты жақсарту үшін асқабақ тұқымын пайдалана аласыз.
ерлердің бедеулігінің алдын алуға септігі зор. Асқабақ дәнінің жартысына жуығы майлардан тұрады, ал маңызды май қышқылдарының жоғары мөлшері жүрек қан тамыр жүйесіне пайдалы әсер етеді, атеросклероздың дамуына жол бермейді. Асқабақ тұқымдарының құрамында көптеген дәрумендер мен минералдар бар. Артық салмақтан зардап шегетіндер оның құрамында қанша калория бар екеніне қызығушылық танытады. Дәнінің 10 граммында 559 килокалориядан келеді. Бір күн ішінде тек 100 грамм асқабақ тұқымын жеу арқылы, мысалы дәмді және пайдалы тағамдар ретінде, денеңізді пайдалы заттармен және микроэлементтермен қамтамасыз ете аласыз. Пайдалы жағынан бөлек зияны да жоқ емес. Асқабақ дәнін жақсы көретіндер үшін оның зияны да жоқ емес екенін біле жүрген абзал. Ол тіс емалына зақым келтіреді. Оның дәнін тіспен емес, қолмен аршып жеген дұрыс. Тұқымдарды тіспен тазарту ауыз қуысында бактериялардың дамуына және стоматиттің пайда болуына әкеп соқтыруы мүмкін.